Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте керемет дәмді болып шығатын мантының рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші тұзды суымызды дайындап аламыз. Жылы суымызға тұзымызды салып араластырып алып, електен өткізілген ұнымызға жылы суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз не жұмсақ болмау керек, не қатты болмау керек, орташа болу керек. Қамырымызды жақсылап біріктіріп, ие қанғанша илейтін боламыз. Міне бізде осындай қамыр шығады. Қамырымызды салафанға салып, 15-20 минутқа тындырып қоятын боламыз. Енді біз фаршымызды дайындайтын боламыз. Менде сиыр етін кубиктап тураймыз. Пиязды да кубиктап турайтын боламыз. Қабатымызды да майдалап кубиктап тураймыз. Одан кейін картобымызды да майдалап кубиктап турайтын боламыз. Міне біз бәрін кубиктап жақсылап турап алдық. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш және сұйық май құятын боламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Фаршымыз дайын. Енді тынып тұрған қамырымызды алып, видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп алатын боламыз. Міне қамырларымыз дайын. Енді осы қамырларымызды жұқа етіп қамыр жаятын боламыз. Міне қамырымыз дайын. Енді қамырымызға фаршымызды салып, жақсылап манты түйетін боламыз. Міне бізде әдемі түйілген мантылар дайын болып шықты. Енді осы мантыларымызды қайнап тұрған суға 40 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің мантымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.